35 жас бұл жас әлі кеш емес, бірақ кешігудің де басталуы. Көп адам 20-да армандайды, 25-те күмәнданады, 30-да асығады, ал 35-те ойлана бастайды. Мен дұрыс өмір сүріп жүрмін бе деп. Егер сіз 35-ке жақындаған болсаңыз, немесе кірген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Өміріңізді өзгерте алатын 15 маңызды кеңес айтатын боламын. Кеш болмай тұрғанда өміріңізге енгізіңіз. Сіз 35 жастасыз ба? 35-тен кейін дене кешіре бермейді. Яғни денсаулық бірінші, байлық және ең басты капитал. 20-дағыдай тез қалпына келмейді. Сондықтан жылына бір рет толық анализ жасап отырыңыз. Қан, жүрек, эндокриндік жүйелерді тексеріп, витаминдер қабылдаңыз. Ұйқы режимі 7-8 сағат міндетті. Кеш ұйықтау баяу қартаюдың емес, жылдам шаршаудың жолы. Өміріңізге қозғалысты енгізіңіз. Кем дегенде күніне 30 минут жүру, аптасына 2 күш жаттығуы. Ас мәзірін қайта қараңыз. Қантты, тұзды азайтыңыз, суды көбейтіп, көкөніс сияқты пайдалы тағамдармен қоректеніңіз. 35-ке келген адам жас емес, бірақ әлі қарт та емес. Бұл өз денеңе жауапкершілік алатын жас. Екінші, экономикалық тұрақтылық. 35 жас қаржы сауаттылығын 0-ден бастайтын емес, аяқтан тұратын кезең. Бірақ кеш емес. Сақтау керек дағдыларға келетін болса, 3-12 айлық қауіпсіздік қоры болу керек. 4. Шот жүйесі. Қажеттілік, инвестиция, демалыс, қайырымдылық осы өміріңізде болу керек. Кредитті бақылау, тұтынушылық емес, активтер алу. Кем дегенде бір табыс көз емес, екеуі болу керек. Балаға емес, алдымен өз болашағыңа қор жина. Егер 35-те ақша үшін уайымдамасаңыз, 45-те тыныш ұйықтайсыз. Келесі қарым-қатынас және орта. Бұл жаста біз кіммен араласатынымыз өмірімізді анықтайды, кейде адам емес, ортасы қартайтады. Дұрыс орта ол энергия, қате орта ол шашау. Уақытты тек құндылық қосатын адамдарға беріңіз. Кінәлі сезіммен қатынас ұстамаңыз. Үйренгенше тыңда, үйренген соң таңдай біл. Өміріңізде 3 адам бар ма энергияңызды көтеретін, ал төмендететінші? Осыны жақсылап ойланыңыз. Келесі психикалық денсаулық. 35 жасқа дейін көп адам жара жинайды, сатқынды, көңіл қалу, жоғалту сияқты. Бірақ олармен өмір бойы жүру міндетті емес. Терапиядан қорықпау керексіз. Өз өміріңізді, өзіңізді бағалауды қалыптастыру керексіз. Жоқ деп айтуды үйрену, өзіңді басқа үшін емес, өзің үшін өмір сүруге үйрету. Өзіңді кешір, жаңа өмір басталады. 5. Өмір мәнін қайта анықтау. Көп адам 35-ке келгенде менің өмірім осымен бітті деп ойлайды, бірақ дәл осы жаста адамдар үлкен жетістікке жетеді. Мысалы айтатын болсақ, 35-те J.K. Роулинг бом жеді, кейін $1 миллиард табатын жазушыға айналды. 40-та Стив Карелл танылды. 45-те полковник Сандерс KFC-ді ашты. Бәрі сен ойлағаннан ерте емес, сен әрекет етпей жүргенше ғана кеш. Қорқынышпен жұмыс. Келесі бөлім. Қорқыныш істелмеген істердің зираты. Шешілмеген мәселе жүректегі тас болып табылады. Қағаз бен қалам алып, бірінші мен неден қорқамын деп сұрақты жазыңыз. Астына жауабын жазыңыз. Екінші сұрақ, егер бастасам не ұтамын? Үшінші сұрақ, бастамасам не жоғалтамын? Келесі бөлім білім мен дағды. 35 ол оқу бітіретін емес, яғни оқу бітетін емес, басталатын жас. Жылына кемінде 12 кітап оқыңыз. Жаңа дағды, тіл, кәсіп немесе цифрлық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Онлайн курсқа жазылыңыз. Табысты арттыратын практикалар жасаңыз. Телефонды уақыт ұрлаушы емес, даму құралы ету. Күнде 1% өсу, ол 1 жылда 37 есе мықты боласың деген сөз. Өмір сапасы. Өмір тек жұмыс емес, бақыт кішкентай сәттерден басталады. Таңғы уақытты өзіңе арна, демалыс жоспарла және саяхатта, хобби өзіңе тауып ал, сурет, музыка, спорт, кітап, табиғат сияқты.
телефонсыз 1 сағат күніне өткіз. Күнделік және алғыс немесе шүкіршілік жаз. Келесі бөлім отбасы, ата-ана және балалар. 35 жас балалық шақтан алыстаған, бірақ ата-ана тірі болса, әлі де бала жасы. Ата-анамен уақыт шектеулі. Баламен емес, баламен бірге өс. Жақыныңды ешқашан кейінге қалдырма. 35 жас өмірдің ортасы емес, бұл жаңа тараудың басы. Бастауға кеш емес, өзгеруге де кеш емес, армандауға да кеш емес, бірақ кейінге қалдыруға кеш болуы мүмкін. Өміріңді өзің жаса, ертең емес, бүгіннен баста. 35 жас шекара емес, мүмкіндік. Егер видео пайдалы болса, онда достарыңызбен бөлісіңіз, мүмкін бір өмірді өзгертерсіз. Және каналға лайк басып, видеоға лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар достар.